осы 4 ай харам ай бізге әлі күнге дейін маңызды да. Неге? Өйткені харам айларында бізде қосымша Алла сақтасын күнә жасайтын болсақ, күнәсі де ауырлау болады да. Басқа айларға қараған кезде. Басқа айлар, өйткені бұл айлар Алла Тағаланың алдында қадірлі айлар. Қадірлі айлар және аты айтып тұрған харам айлар. Харам айлар. Сосын сақ боламыз еді. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi ta'ala wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala jamoatni o'qigan taң namozimizni o'zining huzurida qabul etsin. Өздеріңізбен бірге осы Рамазан айының басталуымен бірге бастаған Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах, Абу Закария Мухиддин Яхья ибн Шараф Ан-Науауи рахимахуллах хижридің 631 жылы дүниеге келген, хижридің 676 жылы дүниеден өткен ислам тарихында үлкен имамдардың бірі. Сол имамның Риядус-Солихин, тақуалардың бақшасы, тақуалар бақшасы атты хадистер жинағы, әртүрлі баптарға, әртүрлі тақырыптарға қамтыған хадистер. Сол кітапты ораза бабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Біз осы уақытта бүгін бізде 9-шы сабақ, 8 сабақтың ішінде 32 хадис оқыдық. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам. Бүгін оқитын бабымыз бабу баяни фадли саумил мухаррам ва шаъбан вал ашхурул хурум. 12 айдың ішіндегі кейбір айлардың оразаларының, яғни нәпіл оразаларының несі? Абзалдылығы, артықшылығы. Яғни бізде 12 ай болатын болса, 12, біз қазір сол 12 айдың ішіндегі Рамазан деген айдамыз, 9-шы айдамыз. Рамазан айынан бөлекте кейбір айлардың ішінде нәпіл оразалардың несі бар екен? Басқа айлардағы нәпіл оразаларға қарағанда артықшылықтары бар екен. Артықшылықтары сауап жағынан, шарапаты жағынан. Қандай айлар? Мысалы, Мухаррам айы дейді, Мухаррам айы, Шаъбан айы, және де харам болған айлар. Қазір сондай елермен, анықтамаларымен танысатын боламыз. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям Абу Хурайра, Алла ол кісіден разы болсын, жеткізеді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям былай деп айтқанын жеткізеді. Афдалус сиями бa'да Рамадан, Рамазаннан кейінгі ең абзал ораза шахруллахил мухаррам, Аллах Тағаланың мухаррам болған айы дейді. Аллах Тағаланың мухаррам болған айы. Ва афдалус салати бa'дал фаридати, парыз болған намаздан кейінгі ең абзал намаз салатул лайли, түнгі намаз дейді. Түнгі намаз дейді. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам имам Муслим риуаят еткен. Яғни бұл жерде бұл хадисті өздеріңіз естігендей, бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айының парыз оразасынан кейінгі сауабы жағынан, абзалдылығы жағынан, артықшылығы жағынан келетін ораза, ол 12 айдың ішіндегі айлардың ең біріншісі Мухаррам айында ораза дейді. Мухаррам деген ай, Мухаррам айында ораза. Ал 5 уақыт намаз бәрімізге парыз болған намаздардың ішіндегі парыздан кейінгі абзал болған намаз, ол түнгі намаз еді. Ол түнгі намаз дейді. Түнгі намаз ол пайғамбарымыз Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам міндет болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тастамай оқитын болған, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Ал біздерге ол нәрсе не емес? Міндетті емес. Біздерге ол түнгі намаз, түнде қосымша тұрып құлшылық ету, ол парыз емес, немесе уәжіп емес. Біздерге пайғамбарымыз Мұхаммадтан саллаллаху алейхи уассалам қалған сүннет амал. Осы нәрсе, осы не хадистің төңірегінде. Бірінші шахрулла, яғни Аллах Тағаланың. Қараңыздар, неде Аллах Тағала пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Мухаррам айын. Біз мына жаңа айтып кеттік. Рамазан айы кезегі бойынша 9-шы ай. 9-шы айдамыз қазір. Ал бірінші келетін ай, жылдың 12 айдың ішінде бірінші келетін ай Мухаррам деген ай. Мухаррам айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл айды шахруллахи, яғни Аллахтың айы деп атады.
Аллахтың айы. Біз білеміз ғой жалпы. Қандай да бір нәрсе болмасын, Аллах Тағалаға телінетін болса, ол нәрсе не болып кетеді? Берекелі, құтты болып кетеді. Мысалы, Кәбатуллах. Кәба Аллах Тағаланың мысалы несі? Жердегі үйі деп аталынады, жердегі үйі деп. Мысалы, Құран кәрім, Кәләмулла, Аллах Тағаланың несі? Сөзі. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, Расулуллах, Аллахтың елшісі. Аллах Тағаланың елшісі. Барлығы да Аллах Тағаламен байланысқан нәрсенің барлығы не болады? Берекелі болады. Бұл жерде Мұхаррам айы бірінші айдың, Мұхаррам бірінші ай. Яғни Аллах Тағалаға не істеуі бұл жерде? Телінуі. Ол осы айдың шарапатты екендігін, осы айдың айтқан кезде берекелі, құтты, даңқты екенін, оның қадір қасиетін бекіту мақсатында. Яғни қарапайым, бұл айтқан кезде айлардың ішіндегі қарапайым айлардан емес, Алла Тағаланың алдында қадір қасиеті бар айлардан. Әл-Мұхаррам. Енді одан кейін қараңыздар. Енді мана айтып кеткен бізде 12 айдың ішінде бізде 4 ай бар. Бізде 12 айдың ішінде 4 ай бар. Ол айларды харам айлары дейді. Ол айларды жалпы ислам дінінде харам айлары деп аталынады. Оны Аллах Тағаланың өзі де Құран кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим сіз басталатын жалғыз бір-ақ сүре, ол Тәубе сүресі. Сол Тәубе сүресінде Алла Тағала аспандар мен жерлерді жаратқан кездегі айлардың саны 12, минха арбаатун хурум, оның 4-еуі харам айлар деп атап өтті Алла Тағаланың өзі. Ол қандайлар? Қараңыздар. Шахрул Мұхаррам минал ашхурил харам уахия. Енді 4 ай, жаңа біріншісі қай айды айтып кеттік біз? Мұхаррамды айтып кеттік. Оның бірінші, одан кейін Раджаб айы. Енді қазақша біз Ережеп айы деп атаймыз, Ережеп айы деп атаймыз. Ережеп айы. Біз қазір Рамазан 9 айда болатын болсақ, Рамазанға дейін Шабан айында болдық. Шабан сонда 8 ай. 8 айдың алдында 7 ай, осы Ережеп айы. Бұл бірінші ай болатын болса, бізде екінші Зулқаада деген ай. Зулқаада. Екінші Зулқаада. Зулқаада айы Шауалдан кейін келеді. Зулқаада, қараңыздар, Ережеп 7 ай. Зулқаада 11 ай. Және үшіншісі Зулхиджа немесе Зулхаджа. Екеуі де бұлайда айтуға. Бұл 12 ай бізде. 12 ай. Және біз харам айлар деген 4 ай дедік қой. 4-шісі Мұхаррам келеді. Сонда бізде 12 айдың ішінде харам болған айлар, яғни осылай түсінігі сондай, харам айлар деп аталынады. Харам айлар. Бұрынғы кезде бұл айларда андай соғыстар тоқтайтын болған. Жауыздық, адам өлтіру, бұлай нелер, шайқастар деген сияқты нәрселер бұрынғы кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір сүрген кезінде бұл айлардың өзін сол кездегі кімдердің өзі, мүшриктердің өзі, яғни Аллаға ширк қосатындардың өзі бұл айларды несейтін болған, сыйлайтын болған. Сонда бізде харам айлар 4-еу. Кезегі бойынша 7-ші келіп тұрған Ережеп айы, 11-ші келіп тұрған Зулқаада айы, 12-ші келіп тұрған Зулхиджа айы, және 12-ден кейін 13 жоқ қой енді. 1-ші келіп тұрған Мұхаррам айы. Сонда 4 харам айының 3-еуі бірінен соң бірі келіп тұр. Және өз алдына жеке дара Ережеп айы 7-ші болып тұр. Мұхаррам айы сол айдың жылдың ең басы. Енді бұл хадистен алатын пайдамыз. Енді біз ораза бабындамыз ғой қазір. Ораза бабы. Яғни ислам дініндегі Алла Тағаланың жақсы көретін, Алла Тағаланың өзі сауап беретін құлшылықтардың бірі ораза. Бұл айда, яғни Мұхаррам айындағы осы хадистен түсінетініміз, Мұхаррам айында қосымша орындалатын нәпіл құлшылықтар, соның ішінде оразаның сауабы молырақ. Мұхаррам айында. Кезегі бірінші келетін айда. Рамазаннан кейінгі айлардың ішіндегі абзал ай ораза ұстауға. Ол Мұхаррам айы дейміз.
Haram ол Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам тікелей сөздерінен байланысты. Бұл бізде 33-ші хадис. Келесі 34-ші хадис. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам Аиша анамыз жеткізеді. Аиша анамыз пайғамбарымызды сипаттайды. Аиша анамыз пайғамбарымызды сипаттайды. Қалат айтты: "Лам якунин набию саллаллаху алейхи вассалам ясуму мин шахрин аксар мин шаъбан." Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Шаъбан айы сияқты. Мән беріңіздер, бірінші хадисте біз Мухаррам айы жайында айттық. Мухаррам айы жайында. Енді әңгімеміз қазіргі Шаъбан айында болып жатыр. Шаъбан айы жайында болып жатыр. Аиша анамыз айтып жатыр, Алла ол кісіден разы болсын. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Шаъбан айы сияқты ең көп ораза ұстамайтын дейді. Шаъбан айында ораза ұстайды, көбірек ұстайды. Басқа айларда ондай қатты ораза ұстамайтын еді дейді. فإنه كان يصوم شعبان كله. Айша анамыз айтады, тіпті Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Шаъбанды толықтай ұстайтын еді дейді. Яғни бұл жерде толықтай деген көпшілігін деген мағынада келеді қазір. Яғни Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Шаъбан айының көпшілігін немен өткізетін еді? Оразамен өткізетін еді. Көпшілігін оразамен өткізетін еді дейді. Екінші бір риуаятта, яғни екінші бір риуаяттан келеді. Ол кана ясуму шаъбана илля қалилан. Шаъбанды түгелдей ұстайтын еді, тек кейбір күндері аузын ашатын еді. Аз күндері аузын ашатын еді. Бұл муттафақун алейх. Бұл хадисті имам Бухарида және имам Муслимде риуаят еткен. Бұл хадисті имам Бухарида, имам Муслимде риуаят еткен. Енді мына жерде бір қосымша біз бір түсінікпен танысып кетейік. Мүмкін бірінші рет естіп жатқан болармыз. Бірінші рет естіп жатқаннан кейін біреуіміздің есімізде қалуы мүмкін, біреуіміздің есімізде қалмауы мүмкін. Бірақ сонда да енді сәл-пәл кішкене деңгейімізді өсіруіміз керек. Мен жаңа былай деп айттым да, қараңыздар. Бірінші хадисті оқыған кезінде имам Муслим риуаят етті дедім да. Имам Муслим риуаят еткен. Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам өзінің тізбегі арқылы. Тізбекті білеміз ғой, мысалы бір адам екінші адамнан келеді да, Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам. Екінші хадисті айтқан кезде муттафақун алейхи деді. Яғни қараңыз, оңай да, муттафақун алейхи. Муттафақун алейхи. Муттафақун алейхи деген сөзді еститін болсаңыздар, мысалы ютубтан сабақ тыңдап жатқан кезде муттафақун алейхи деген сөз имам Бухариде, имам Муслим, екі имам риуаят еткен хадистерді айтады да. Имам Бухари және имам Муслим бір хадисті риуаят ететін болса, екі үлкен имамдар ғой хадис саласындағы. Екеуі де бір хадистің сенімді екеніне не келтіріп тұр? Келісіп тұр екеуі де. Оған не деп атайды? Муттафақун алейхи, өзара келісілген деп айтады да. Осы хадистің пайғамбарымыздан жеткізілгеніне келісілген деген мағынаны береді. Муттафақун алейхи. Енді былай қараңыздар да, егер де бүйтіп айтады, былай делінді. Егер де имам Бухари және де имам Муслим, мана муттафақун алейхи хадис, егер де имам Бухари де имам Муслим де пайғамбарымыздан бір жолмен шығаратын болса дейді. Мысалы, қараңыздар. Тізбектер бар. Мысалы, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сахабалары көп қой. Сахабалар көп. Мысалы, кейбір неде хабарларда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоштасу қажылығы. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзі бір-ақ рет үлкен қажылық жасаған. Бір-ақ рет. Сол қоштасу қажылығы деп аталады. Және қоштасу қажылығында қоштасу несін айтады? Құтбасын айтады. Қоштасу құтбасы. Сонда сол уақытта жалпылама сахабалардың саны 100 бен 140 мыңның ортасында болған. 100 бен 140 мыңның жағынан ортасында болған. Енді солардан табиғиндардан келесі үлкен имамдар не істейді? Хадистерді бірінен бірі естіп келеді хадис. Мысалы, тізбектер болады. Тізбектер деген сөз, мысалы, Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра естейді, Абу Хурайрадан бір табиғин естейді деген сияқты. Немесе, мысалы, имам Малик, Малики мазхабының имамы. Бізде 4 мазхаб бар ғой. Малики мазхабының имамы. Сол Нафи'тан жеткізеді. Нафи' деген не болған? Табиғин болған. Нафи' деген. Нафи' Абдулла ибн Умардан жеткізеді. Қараңыздар, имам Малик хижри бойынша 93-те дүниеге келген. 93-те 179-да дүниеден өткен. 93-те дүниеге келген, 179-да дүниеден өткен. Имам Малик Нафи'тан естейді хадисті. Нафи' Абдулла ибн Умардан естейді. Абдулла ибн Умар кімнен естейді? Пайғамбарымыздан естейді.
Яғни ортада адам аз да, екі адам арқылы кімге жетіп алып отыр? Пайғамбарымызға жетіп отыр да. Көрдіңіз бе, бұл ислам дінінің, біздің ислам дінінің басқа діндер мақтан алмайтын айтқан кезде басын көтере алмайтын нәрсе, ислам дінінде не нәрсе бар? Тізбек деген нәрсе бар да. Яғни Аллах Тағала бұл дінді қиямет қайымға дейін істеп қойған, сақтап қойған. Сол үшін де діннің дұшпандары келіп Құран кәрімге немесе мына хадиске келіп тиісе алмайды. Қандай нәрседе, мысалы, мынау сенімді емес деген сияқты. Жоқ, бірақ не нәрсемен тиіскісі келеді? Біздің осы Құранның аяттарының несіне, мағыналарына, хадистердің мағыналарына біздің түсінігімізді өзгерткісі келеді, түсінікті өзгерткісі келеді. Яғни дұрыс емес түсіндіргісі келеді бізге. Немесе бізді осы діннен барынша дүнияуи басқа нәрселерге алыстатқысы келеді да. Өйткені Құран мен сүннеттен бұрмалау мүмкін емес бұл. Алла Тағала өзі сақтап тұр. Сонда көрдіңіз бе, тізбектер келіп тұр да, тізбектер келіп тұр. Сонда әртүрлі. Енді сол тізбектер. Егер де муттафақун алейхи еститін болсаңыздар, имам Бұхариде және имам Муслимде екі имам бір жолмен жеткізіп беріп тұр да хадисті. Бір жолмен сізге не істеп беріп тұр, жеткізіп тұр хадисті. Осылай не істелінеді, айтылады. Ана Шабан айында, қайтадан Шабан айына оралайық. Шабан айы бізде хижреттің айлардың ішіндегі 8-ші ай. Яғни бұл жердегі Айша анамыздың айтқандағы мақсаты айды толықтай ұстайды деген кезде көпшілігін ұстайды деген. Көпшілік. Өйткені екінші бір риуаятта келіп тұр да. Екінші бір риуаятта ол нәрсе не істеліп тұр, келіп тұр. Бұл хадистен таға алатынымыз, яғни Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы Шабан айында оразаны көп ұстайтын болған дейді. Оразаны көп ұстайтын болған. Енді хикмет. Бізде білеміз ғой, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мысалы сүннеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінен кейін тастап кеткен сүннеті бар ғой. Оған кейде хикмет деп аталады. Хикмет деп екінші атауы бар. Сүннеттің екінші атауы хикмет. Өйткені пайғамбарымыздың сүннеті нені қамтиды? Пайғамбарымыз айтқан сөздерін, істеген істерін, алдында бір нәрсе, пайғамбарымыздың көз алдында бір нәрсе істелініп, соны құптайтын болса, яғни инкар жасамайтын болса, оның барлығы пайғамбарымыз сүннеті толықтай хикметті қамтиды. Хикмет, даналық. Даналық деген нәрсе не деген кезде? Ол әр нәрсені өз орнына қою. Ал әр нәрсені өз орнына қоя алмау, ол зұлымдық дейді. Бұл сонда пайғамбарымыз сүннетіне хикмет деп аталады, екінші бір аты, және пайғамбарымыз сүннетінің екінші бір аты мизан, таразы дейді. Таразы. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам несі? Сүннеті ол таразы. Сіз амалдарыңызды келіп, пайғамбарымыздың сүннетіне, таразына келіп не істейсіз? Қоясыз. Қалай? Сіздің сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме? Біздің амалдарымыз ислам дініне сәйкес келе ме, келмей ме? Егер пайғамбарымыз сүннеті таразысы дұрыс көрсетіп беретін болса, амалдарыңыз келеді. Ал пайғамбарымыз таразысына сәйкес келмей жатса, онда сіздің амалдарыңыз не? Дұрыс емес деген сөз. Енді хикмет дейді. Яғни Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Шабан айында, 8-ші айда ораза ұстауы, ол Рамазан айын қарсы алуға дайындық дейді. Және де бұл айда амалдар Аллах Тағаланың құзырына көтеріледі. Бұл айда, Шабан айында амалдар, яғни Аллах Тағаланың құзырына көтеріледі. Айтады, имам Насаи риуаят еткен хадисте Усамадан, Алла ол кісіден разы болсын, мен Алла елшісіне былай деп айттым дейді. Алланың елшісі, мен басқа айларға қараған кезде осы Шабанда сіздің көбірек ораза ұстайтыныңызды көрдім дейді. Шабан айында көбірек ораза ұстайтыныңызды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам зака шахрун, Шабан айын айтып жатыр Алла елшісі. Ол бір сондай ай дейді. Шабан айы ол сондай бір ай, Ережеп пен Рамазанның ортасында дейді. Ережеп пен Рамазанның ортасындағы сондай бір ай, адамдар ғапылдықта болып қалады дейді. Шабан айында адамдар ғапылдықта болып қалады. Ол сондай бір ай, бұл айда амалдар Алланың құзырына көтеріледі дейді. Ал мен болсам, Алла елшісі айтып жатыр, өзі жайында, ал мен болсам, өзімнің амалдарым Алланың құзырына көтерілген кезде мен ораза болғанымды жақсы көремін дейді. Сонда бұл нәрсе Шабан айында. Сонда біз қазіргі кезде нені алдық? Екі хадис алдық Алла елшіден саллаллаху алейхи вассалам. Яғни Рамазан айында ораза парыз ғой енді. Рамазан айында ораза парыз. Ол талқыланбайды. Одан кейін біз мысалы
сұрақ қоюымыз мүмкін өзімізге. Одан кейін мысалы мен ораза ұстайтын болсам, қай айларға өзімнің күшімді көбірек салуым керек? Тамам. Осы нәрсе. Шабан айы мен не нәрсесі? Қай айы? Мухаррам айы да. Мухаррам айы осы айлар және харам айлары. Харам айлар. Сонда біз мына айлармен не істеп жатырмыз? Танысып жатырмыз да жаңа айлармен. 35-ші хадис. 35-ші хадис. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Мужиба әл-Бахилия деген риуаят етеді. Ан Абиха өзінің әкесінен немесе әкесінің інісінен, ағасынан, бауырынан риуаят етті. Аннаху ата Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам, жаңағы сахаба. Алла елшісіне жалпы мына ислам дінінің кезінде келеді. Сосын Алла елшінің қасынан кетіп қалады да 1 жылдан кейін келеді ғой қасына, пайғамбарымның қасына 1 жылдан кейін келеді. Уақыт жаңағы сахабаның түр әлпеті өзгеріп кеткен екен. Жаңа сахабаның 1 жылдан кейін кездесіп тұр Алла елшісімен. 1 жылдан кейін кездесіп тұр. Сөйтсе 1 жылдан кейін кездескен кезде түрі, яғни жаңа сахабаның жағдайы, түр әлпеті өзгеріп кеткен. Сонда 1 жылдан келгеннен кейін, я Алланың елшісі, әмә ta'rifuni, мені танымай тұрсыз ба деп сұрақ қояды. 1 жылдан кейін келіп тұрған кезде. Сонда Алла елшісі, сен кімсің дейді. 1 жыл өтіп кеткен, ортада 1 жыл өтіп кеткен, және не дедік, жаңа түрі өзгеріп кеткен. Сонда ана айтады, анал бахили аллази житука амал ауал, мен былтыр сізге келген бахилимін дейді. Бахили деген, яғни былай айтқан кезде өзінің нәсабы шыққан, енді өзін солай таныстырады бахилиді. Сонда айтады, Алла елшісі енді танымай қалды ғой басында. 1 жыл өтіп кетіп тұр арада, және түр әлпеті өзгеріп кеткен. Алла елшісі керісі қарама-қарсы сұрақ қояды да, танымағаннан кейін. Сен жақсы түр әлпетте едің ғой, сені өзгертіп жіберген нәрсе не дейді? Сені өзгертіп жіберген нәрсе не? Сонда тағы бір жақсылап түсіну үшін 1 жыл бұрын кездескен кезде түр әлпеті не болады? Жақсырақ болады. Жақсы күйде болады. 1 жыл жоқ болып кетеді пайғамбарымыздың қасына. 1 жылдан кейін келіп тұрған кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзінің мына жаңағы сахабаны танымай қалады. Сахаба екеуінің ортасында диалог болып жатыр. Сонда пайғамбарымыз сұрақ қойып тұр, енді сен жақсы әлпетте, жақсы түрде едің, сені өзгертіп жіберген нәрсе не деген кезде, жаңағы сахаба, ма акалту туам мунзу фарақтука илля билайлин, Алла елшісіне былай дейді, мен сізден жырақтап кеткеннен кейін, алыстап кеткеннен кейін, тек қана түнде тамақ жейтін болдым дейді. Тек қана түнде тамақ жейтін болдым. Яғни ол не деген сөз? Күнде ораза ұстайтын болған ғой. Күнде ораза ұстайтын болған. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Аззатта нафсак, өзіңді азаптап жібергенсің дейді. Күнде ораза ұстап тұр да, күнде ораза. Яғни ауыз ашпайды, тек түнде. Сонда Алла елшісі өзіңді азаптап жібергенсің дейді. Сосын Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзінің сөзін жалғастырып, сум шахра сабри, Рамазан айында ораза ұста дейді. Яғни ол парыз ораза. Рамазан айында ораза ұста, және ва яуман мин кулли шахр, және әр айда 1 күн ораза ұста дейді. Көрдіңіз бе? Рамазан айы 30 күн болатын болса, 30 күн болатын болса, және одан кейін ораза ұстаған келіп жатса, онда әр айда 1 күн ораза ұста дейді. Әр айда 1 күн ораза. Сонда жаңағы сахаба, тағы да қосыңыз, менің күш қуатым жетеді деп айтып жатыр да. Тағы да қосыңыз. Сонда Алла елшісі онда 2 күн ораза ұста дейді. Яғни Рамазан айының 30 күні, және әр айдан 2 күн ұста дейді. Әр айдан 2 күн ұста дейді. Сонда жаңағы сахаба, Алла ол кісіден разы болсын, тағы да қосыңыз деп жатыр да. Қосыңыз. Құлшылықты қосыңыз. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жаңа нені 3 күн ұста дейді, онда әр ай сайын. Әр ай, сонда Рамазан айын толықтай ұстайды, ол парыз. Әр айда 3 күннен ұстайды. Әр айда 3 күннен ұстайды. Сонда не істейді? Алла жаңағы сахаба тағы да қосыңыз дейді. 3 күнге не істемей жатыр? Айтқан кезде тағы да қос деп жатыр да. 3 күн ораза ұста деді ғой әр ай сайын. Тағы да қосыңыз деп жатыр. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Сум минал хуруми ватрук, манағы харам айларының бірін айтып жатыр да, харам айларының бірінде ораза ұста, сосын аузыңды ашып жібер. Сум минал хуруми ватрук, және де харам айларының бірінде ораза ұста, тағы да аузыңды ашып жібер. Жаңа харам айларымен таныстық қой біз. Соның біреуінде ұста, аузыңды ашып жібер. Сум минал хуруми ватрук, харам айларының бірінде ораза ұста да, сосын аузыңды ашып жібер деп айтып жатыр да. Вақал,
Асаби айсалас пайғамбарымыз осыны айтып жатқан кезде өзінің 3 саусағын көрсетті дейді. 3 саусақ. Мен нақты бұл жерде енді мен былай оқып қарадым, енді нақты жазылмаған ол пайғамбарымыз қай 3 саусақты көрсетті. Ортада 3 саусақ көрсетті ме, былай көрсетті ме ол Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені жалпы ислам тарихында енді біз айтпасақ та түсінікті, тұлғасы, тұла бойы, сипаты, қасиеттері, ерекшеліктері толықтай сипатталған жан ол Алла елшісі да саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалардың соншалықты несі пайғамбарымыздың махаббаты. Толықтай не істеп пайғамбарымызды бақылап өздерінің бойларына сіңіру үшін да Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам әдеттерін. Сол үшін де былай мынандай бір сөз бар да, Абдулла Сираджуддиннің рахимахулла, Абдулла Сираджуддин деген ғалым өткен негізі. 2002 жылы қайтыс болған, жалпы үлкен ғалымдардан, яғни қазіргі заманымызда өмір сүріп жатқан Ханафи мазхабының үлкен мұхаддис ғалымдары Аш-Шейх Мухаммад Ауама хафизахулла осы ғалымды өте қатты не істейді, мақтайды. Осы Аш-Шейх Абдулла Сираджуддин пайғамбарымыз ұрпағы Хусейни, яғни білеміз ғой, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам ұрпақтары Хасан мен Хусейннен тарайды. Пайғамбарымыздың несі айтқан кезде жиендері, Фатима анамыздың ұрпақтары да, Фатима анамыздың. Сол Абдулла Сираджуддин рахимахулла, кітаптары былай оқуға жеңіл, сосын бірақ өте құнды да, өте құнды. Мысалы, Ораза деген кітабы бар, сосын Ла илаха иллалла деген кітап бар, Ас-салату аля наби, пайғамбарымызға салауат айту деген кітап бар, Атақарруб илалла, Аллаға жақындау деген, руханият та, руханият. Өткен шынымен бәріміз қазір мысалы айналамызда адамдар өліп кетіп жатыр да. Қазір мысалы мен қазір осылай отырмын ғой. Жақсы, мысалы бәріміз қарап отырсыздар ма, осылай отырмын. Қазір мен бармын да, мына жерде бармын. Мысалы мен ұстап отырмын, мынаны көтеріп отырмын. Бірақ бір күн келеді, білмеймін қай күн, осылай түгелімен жоқ болып кетемін деген. Жоқ болып кетеміз, болды. Жоқ кетеміз. Аллах тағала қиямет қайымда соған қайтадан жаратып береді да бізге деген. Бірақ сонда біздің денеміз жоқ болып кетеді де, бірақ рухымыз қалады да. Рухымыз қалады. Қиямет қайымда Алла тағала біздің денеміз қандай болды, міне осылай тұрық қой, міне. Сөйтіп қайтып жаратып береді да. Қайтып жаратып береді. Осыған иман келтір деп тұрды Алла тағала. Осыған иман. Яғни емтихан ба, емтихан да. Сынақ па, сынақ. Соған біз мұсылман ретінде Аллаға шүкір сол нәрсе иман келтіріп тұрмыз. Мана айтпақ нәрсе, мана Абдулла Сираджуддин деген ғалымды, өткен сол үлкен ғалымдардан. Мана айтқан нәрсе, мына 3 саусақты көрсеткен кезде мына жерде, енді бұл жерде манағы айларды айтып жатыр да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, және айларда ұсталынатын оразалардың несі, сандары да, сандары. Жаңа сахаба Абдулла ибн Харис әл-Бахили деген сахаба екен. Яғни ол кісінің пайғамбарымыздан 1 жылдан кейін келіп тұр ғой. Енді түр әлпетінің өзгеріп кетуіне не себеп болды? Ораза себеп болды да. Өйткені ол күн сайын өзін ораза ұстап не істеп жіберді? Әлсіретіп жіберген. Өте айтқан кезде мына жерде түсініктемесінде, түсіндірмесінде өте қатты арық болып кеткен дейді. Өте қатты не болып кеткен? Арықтап кеткен, қатты арықтап кеткен. Өйткені әр күнді оразамен өткізген үшін, әр күнді немен оразамен өткізгені үшін не істеп кеткен? Арықтап кеткен екен да. Бұл хадистен алатын пайдамыз, яғни қосымша нәпіл болған оразалар, ол Аллах тағаланың, яғни Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам жақсы көретін құлшылықтарынан ораза. Әсіресе харам айларында. Харам айлары бізде 12 ай болатын болса 4 ай дедік та, 4 ай. Бізде біріншісі 7-ші айда келетін, ол Ражаб айы, 11-ші ай Зул Қаъда айы, 12-ші ай Зул Хиджа айы, және 1-ші ай Мухаррам айы. 1-ші ай ол Мухаррам айы. Сонда бізде 4 харам айы бар. Және осы 4 ай харам айы бізге әлі күнге дейін маңызды да. Неге? Өйткені харам айларында бізде қосымша Алла сақтасын күнә жасайтын болса, күнәсі де ауырлау болады да. Басқа айларға қараған кезде. Басқа айлар, өйткені бұл айлар Алла тағаланың алдында қадірлі айлар, және аты айтып тұрған харам айлар. Сосын сақ болуымыз керек. Енді осы нәрсе. Енді жалпылама енді бұл жерде күнделікті ораза ұстауды айтып жатыр. Күнделікті ораза ұстау. Енді бұл жерде адамның денсаулығы енді шынымен өте сирек адамдар болмаса, адамның денсаулығына шынымен не келеді? Күнде ораза ұстай беру зиян алып келуі мүмкін. Тек қана енді өзінің сенімді адамдар болмаса, өткені имам Бухари және имам Муслим риуайт еткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ла сама мен сама дахр. Кімде-кім күн сайын, яғни
барлық уақытта ораза ұстайтын болса, ол ораза ұстамады деген хадис келген екен да, жалпылама. Yani ол шынымен адамды не істеп жіберуі мүмкін? Әлсіретіп жіберуі мүмкін бір жағынан. Екінші жағынан, бір жағынан әлсіретіп жіберді ғой оны. Әлсіретіп жіберді. Екінші жағынан ол нәрсе күнделікті оған қайталана берген үшін әдет болып қалуы мүмкін да. Құлшылық емес, әдет болып қалуы мүмкін. Құлшылық емес, әдет болып қалуы мүмкін. Ол соны істеу керек дейді де, істей береді мысалы. Істей береді. Және екінші жағынан ол күн сайын ораза ұстаймын деп жүрген кезде басқа да мысалы Алла Тағаланың бізге міндеттеген парыз нәрселер бар ғой, парыз құлшылықтары, уәжіп құлшылықтары. Олардан не қалуы мүмкін? Әлсіреп қалуы мүмкін. Мысалы 5 уақыт парыз намаз. Мысалы мейлінше жамағатпен мешітке келіп оқу. Рамазан айының парыз оразасы, айт намаздары, Құран оқу, Алла Тағаланы көбірек зікір ету, осылардан әлсіреп қалуы мүмкін да. Осы нәрселерден әлсіреп қалуы мүмкін. Енді айтам, өйткені сондай қауіп болатын болса, шынымен не дейді? Макрух амалдардан дейді. Ол афдалу, енді абзалы ол енді адам ұстаймын деп жатқан болса да, ұстаймын деп жатқан адам болатын болса, оған енді кеңес ретінде бұл жерде Дауд алейхиссаламның, біз білеміз, бір күн ораза ұстап, екінші күн істеуі, ауыз ашуы, бұл шынымен неге нәпсіге ауыр келеді өйткені. Бір күні ауызыңыз ашық жүреді, екінші күн жабық жүреді. Әдетіңіз не істеп тұрады? Өзгеріп отырады. Әдетіңіздің өзі өзгеріп отырады. Иншалла Аллаху субханаху ва тағала нәсіп етсе, ертеңгі сабақта 36-шы хадистен қарай бастаймыз. Бұл, яғни қай? Зул-Хиджа айының алғашқы 10 күніндегі нелер? Оразалар. Зул-Хиджа айының алғашқы 10 күніндегі оразалар жайында, және сол Мухаррам айының Ашура, біз Ашура білеміз ғой, Аллаху субханаху ва тағала кімді? Муса алейхиссаламды перғауыннан құтқарған күні, сол күндердегі ораза ұстаулардың артықшылығы жайында өтетін боламыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға. Пайдалы білім нәсіп етсін баршамызға.